Бәлкім, может, бір арамыздағы махаббат басқа деңгейде деген сияқты әңгіме болды ма? Жоқ, мен айттым, о нәрсені мен күнде айтамын ол кісілерге ше. Мен болашақ көрем, абымау деген сияқты. Бірақ мына жерде мынандай нәрсе да, мен тікелей барып мен әкеммен сөйлестім да. Әкем енді сондай адамда бір айтты ма, болды деген сияқты ше. Енді ол кісі бірақ айтқан нәрсесінде сөзінде тұратын адамда. Сондықтан енді шынымен бір айдың төңірегінде хотя бы жұп болып жүре тұрсаңдаршы деген сияқты әңгіме айтты. Мен одан кейін бірақ айттым, ішімдегі шынайы нәрсені көрсеттім ол кісілерге де. Ол кісілер мүлдем қарсы емес. Менің жұптығыма да, менің таныстығыма да, менің болашағыма да. Олай болса, әкеңіздің айтып отырғаны тәтті шайға асығыстық деп тұрған жоқ па? Дәл солай, ситуацияға емес, тәтті шайға ғана. Қараңызшы, Расул, негізі тәтті шай деген бұл екі жақтың ата-анасының танысып, тіпті тойдың күнін ақылдасатын сондай кездесу ғой, дұрыс па? Бірақ оның алдында бірінші сіз барып Әсемнің ата-анасымен танысып, Әсем сіздің ата-аналарыңызбен танысып, жеке-жеке ондай бола ма сіздерде? Бұл себет әділетке қолдаушылар. Әділет, келіңіз. Рахмет көп-көп, осындай сыйлық беріп жатыр екен. Айгүлді бақытты қылайын, дұрыс па? Жоқ, сыйлыққа деп. Ол сыйлықтар жуылған беген, ұпа? Жуылған. Жайғасыңыз келесі, гүлшоқтары кімге? Бұл гүлшоқтары Заринаға, хаты бар, белгісіз жаннан. Заринаға гүлшоқтары, белгісіз жан дегені қызық екен. Абу Насыр қызы Заринаға жүрегім жылулықты сезгендей депті. Белгісіз жаннан. Қабылдайсыз ба? Қабылдаймын. Қабылдайсыз. Жақсы, жайғасыңыз. Келесі гүлшоқтары. Бұл гүлшоқтары Айгүлге белгісіз жаннан хаты бар. Белгісіз жаннан дейді тағы да. Кеудемдегі жалынмен салыстырсан, аяз болып көрінер тозақ деген. Өткендегі өлең жолдарының жалғасы ғой. Бұны да бір мен әділеттің сөрсім қайерден көрдім, осы сөз жазуды бір жерден көргем. Еще розовый тағы да. Мұна адам бар ғой, бір заблуждениеға апарып жатыр ма, андай. Мен не айтам, бір сторисқа сол текст алсам, сол текстпен береді. Кеше гүл туралы айтып едім, сол тағы да соны жерді. Эфирден көріп біреу әдейі жасап тұрған сияқты. Почерксін қарайшы, бір не болды бұл? Менің ойымша, бірақ жазудың қатысы жоқ, себебі әр жерден әртүрлі гүлдер келуі мүмкін, ол жерде қызмет ететін жандар жіберуі мүмкін. Бірақ сіз неге әділеттен көре бересіз? Себебі енді әлде қалайсыз ба, әділеттен келсе екен? Жоқ, бай ғой, қараңызшы.